Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен қыздарды өзімізге қалай эмоционалдық тұрғыдан байлап аламыз, қалай өзімізді қыздарға ғашық етеміз, сол жайлы әңгімелесетін боламыз. Кез келген адамды, әсіресе қыздарды ғашық ету үшін олардың белгілі бір нүктелерін білу керек, эмоционалдық нүктелерін білу керек. Мысалы, қарайсыз, бір орташа жігіт сізден асып тұрған еш нәрсесі жоқ, жанында әдемі қыздар жүреді. Сіздің ешқай жеріңіз кем емес, мысалға алатын болсақ. Неге? Бәлкім ол жігіт қыздардың психологиясын, қыздардың эмоционалдық белгілі бір тетіктерін білетін жігіт болуы мүмкін. Сол себепті, егерде қыздардың қажеттіліктерін, олардың психологиясын, белгілі бір тетіктерін білсеңіздер, кез келген қызды ғашық қылдыруға болады екен. Себебі ол бейсаналы түрде сізге қалай байланып қалғанын білмей қалады. Мен айтпаймын 100% деп, бірақ 80% жағдайда жұмыс жасайтын схема. Қазір осы видеода біз ең алдымен не жайлы әңгімелесетініміз? Қыздарды біріншіден өзімізге эмоционалдық тұрғыдан қалай байлауға болады. Яғни, бұл видеода қыздардың эмоционалдық қажеттіліктерін қалай анықтаймыз, және сол эмоционалдық қажеттіліктерді қалай жабамыз. Себебі әр қыз әр қалай ғашық болады екен, өзінің травмаларына, өзінің өтелмеген қажеттіліктеріне байланысты әр қыз әр қалай ғашық болады. Осы видеода басында мен осы пунктте сол қызға керекті сұрақтарды қою арқылы, оның қажеттіліктерін анықтайтын сұрақтарды беремін, және сол қажеттіліктерін анықтап, ол нені білдіреді, және сол қажеттіліктерді жабуды үйретемін. Себебі, мысалы, адам өзінің қажеттілігі жабылған жерде, сол жерге қайта-қайта барғысы келіп тұрады. Өзі түсінбей тұрады, бейсаналы түрде сол жерге байланып қалады. Эмоционалдық түрде сол жерге байланып қалады. Бұл өте мықты техника. Сонымен, екіншісі, мен қыздардың психологиясының ерекшеліктері жайлы айтамын, яғни ер адам мен қыздардың айырмашылығы, психологиясында қандай айырмашылық бар, және сол айырмашылықты қалай қабылдау керек, қыздар нені қажет етеді. Осы тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз, және ары қарай мен практикалық кеңестер беретін боламын. Өйткені практикалық кеңестер маңызды. Тек қана психологиялық, эмоционалдық тұрғыдан ғана қарамай, адамның сырт келбеті, иісі, және қыздар не нәрсеге, қандай детальдарға мән береді, сол жайлы әңгімелесетін боламын. Сонымен қоса, мен бұл ақпараттарды тек қана бір жерден оқып алған жоқпын. Мен 10 жыл бойы психологияны зерттеп келе жатырмын. Адамның қажеттіліктері, адамның миы қалай жұмыс істейді, ол қалай ғашық болады. Сол теориялық білімімен қоса, өмірдегі тәжірибемді ұштастырып, сіздерге керемет видео құрастырдым. Қыздарды ғашық ету жайлы видеоларым, ұнату, қыздармен қалай сөйлесу, танысу жайлы видеоларым ең көп қаралым жинаған видеолардың бірі. Және сіздерден өте көп кері байланыс алдым. Бірақ қазір менің бергелі отырған видеом өте информативті, өте одан да құнды. Сол үшін бұл видеоны мен тегін емес, өте күлкілі бағаға берейін деп тұрмын. Бағасы небәрі 390 теңге. Бұл өте күлкілі баға. Мен неге осындай арзан бағаға берейін деп тұрмын? Өйткені көп адамға пайдасы тисін деген мақсатпен осы бағаға берейін деп тұрмын. Ол үшін астындағы сілтемеге өтіп, осы сілтемеге өтіп, сені міндетті түрде сол жерде күтетін боламын. Немесе астындағы ақпаратты не жазылып тұр, соны жасап, видеоны сатып алсам болады.